Біз ғылым тілі деп жиі айтамыз, бірақ осы уақытқа дейін сол ғылым тілі бойынша айтылған нәрселерді көп орындай бермейміз. Жиі айтамыз, бірақ іске келген кезде тоқырап қаламыз. Дәл қазіргі қазақ тілі жағдайында ғылым тілі ретінде даму, ғылым тілі ретінде алға жылжу мүмкін емес сияқты болып көрінеді. Қазіргі кезде мына ғылымымыздың дамымай жатуы біріншіден мына біздің сол әр сала бойынша мамандарымыздың жоқтығынан. Әр сала бойынша мамандарымыз бар, бірақ олар қазақ тілді емес. Армысыздар, ардақты әлеумет. Бүгінгі тіл арнаның қонағы Назарбаев университетінің қауымдастырылған профессоры, филология ғылымының докторы Сарқыт Әлішжан. Қош келдіңіз. Сәкесіз ғылыми прозаның синтаксисі деген тақырыпта докторлық диссертация қорғап монография жаздыңыз. Яғни ғылым тілінің мәселесін жүйелі түрде зерттеп жүрген, оның құрылымын, құрылысын бір кісідей білетін мамансыз. Сондықтан бүгінгі әңгімемізді осы ғылым тілінің мәселесіне арнасақ, сол жайында сұхбаттассақ дейміз. Ең алдымен жалпы осы ғылым тілінің тарихы, ол қай кезеңнен басталады, жалпы ғылым тілі деген ұғым, осыған тоқталсақ қысқаша. Рахмет. Енді қазіргі кезде өзі ғылым тілі қайтадан жиі сөз болып жүр ғой. Иә. Біз ғылым тілі деп жиі айтамыз, бірақ осы уақытқа дейін сол ғылым тілі бойынша айтылған нәрселерді көп орындай бермейміз. Жиі айтамыз, бірақ іске келген кезде тоқырап қаламыз. Енді ғылым тілі дегенде ең бірінші мына ғылыми ойлаудан бастауымыз керек қой. Өйткені ғылыми тұрғыдан адам ойлана алмаса, оның тілі қалай ғылым тілі болады. Сондықтан біз ең бірінші сол ғылыми ойлаудан бастауымыз керек. Мына кеңестік тұстағы саясат бәрімізге белгілі. Ол енді қазақ тілін жасанды түрде мына ғылым саласында бұғаулау болды ғой, жасанды түрде. Енді біз осы қазіргі кезде менің жиі ойыма келетіні осы мына қазақ тілінің ғылым саласында қолданылуына жасалған кедергілерді жою керек сияқты. Ол үшін ең бірінші әрине мына біздің мына ғылыми санамызды қалыптастыру керек. Мына қазір біз жиі айтып жүрміз, мына постколониалдық теория деп. Бізде мына ғылым саласы бойынша да ғылымды, осы қазақша ғылымды жүзеге асыру үшін, іске асыру үшін, өз қалыбымен жүзеге асыру үшін осы бұрынғы кедергілерді жоюдан бастасақ, және ол осы біздің билік тарапынан көзқарас жаман болмаса да, сол билік тарапынан, үкімет тарапынан қазақ тілін ғылым тілі ретіндегі дамытуға байланысты бір қолдау қанша дегенмен өте керек. Дәл қазіргі қазақ тілі жағдайында ғылым тілі ретінде даму, ғылым тілі ретінде алға жылжу мүмкін емес сияқты болып көрінеді. Жақсы, Сәке, өте дұрыс айтып отырсыз бұл мәселені. Енді жаңа тарих туралы әңгіме қозғап қалдық қой басынан. Содан бастап, ары қарай рет-ретімен бір әңгіме қозғасақ, мысалы, жаңа алғашқы ғылым тілі сіз айтып отырғандай ғылыми ойлаумен тығыз байланысты. Сонау грек заманында, Александр кезеңі деген кезеңде, Платон, Пифагорлардың ғылым тілінің негізі бұл грек тіліне негізделді, және олардың ғылым тілінде нақтылықтан гөрі көркемдік басым еді дейді. Одан кейін орта ғасырлық ғылым тілінде Европа халықтары латын элементтерін қосып, сол латын негізді ғылым тілі қалыптасты. Ол ғылым тілі жаңа Александрия кезеңіндегі қарағанда әлдеқайда нақтырақ болды дейді. Одан кейін енді бізге келгенде жақындағанда енді орыспен тығыз байланысты біздің ғылым тілінің қалыптасу, Ресейдің еңбектерін аударып, Ломоносовтың кезеңі, орыстар сол кезде ғылым тілі қалыптасты дейді. Біздің ғылым тілінің қалыптасуын енді арғы жағы тарихы бар, көне түрік ескерткіштері бар, орта ғасырлық Махмұд Қашқари бар, Жүсіп Баласағұнның құтты білігі бар дегендей. Одан басқа да Қыпшақ ескерткіштері бар, Алтын Орда кезеңінің ескерткіштері бар. Ол кездегі
ғылым тілін енді тарихи тұрғыдан қарастыру қажет шығар. Бізге қазіргі ғылым тілінің осы қалыптасу кезеңі мүмкін 20 ғасырдың басынан ба бір ерекшеліктеріне тоқталып алсақ, содан кейін әрине енді тарихсыз еш нәрсе болмайды ғой. Біздің ғылымымызда үлкен тарихы бар. Түркі заманынан бастап алған, соны көне заманнан бастап алған. Әрине тарих керек. Бірақ енді өзіңіз айтпақшы, қазіргі ғылым бізге ең қажеттісі болып тұр, ең өзектісі қазіргі кезде болып тұр. Қазіргі кезде мына ғылымымыздың дамымай жатуы біріншіден мына біздің сол әр сала бойынша мамандарымыздың жоқтығынан. Әр сала бойынша мамандарымыз бар, бірақ олар қазақ тілді емес. Сол мамандарымыздың сол мына қазақша ғылыми санасын көтерсек деген ой келеді. Айталық, біз шында да мына санамызды өзгертуіміз керек деп. Біз енді орыстың бұғауынан шыққаннан кейін біз барлығын орыстың көзімен қарадық. Мына постколониалдық теория деп жүрміз қазір. Мына Сайт деген америкалық автордың кітабы бар ғой, ориентализм деген. Сол Сайттың ол қазақша аударылды, 100 оқулықтың ішінде тұр. Қазақшасын мен енді барынша оқып шықтым. Енді қанша дегенмен күрделі болса да оқуға тырыстым. Сонда Сайттың жақсы бір сөзі бар екен. Біз шығысты әбден батыстың көзімен қараймыз. Біз шығысты шығыстың көзімен емес, шығыс адамының көзімен қарамаймыз. Біз батыс бізге шығыс туралы не дайындап берді, біз сол көзқарас біздің санамызда орнығып қалған деп. Шында да солай. Мына ғылым тіліне келген кезде де солай. Біз мына әбден орыстың бағауында үйреніп қалып, орысша ғылымды санаймыз. Ол жаңа тарих дегеннен шығады. Бұрын, мысалы, Байтұрсыновтардың кезеңін, оның алдында біздің ғылымымыз шында да жатық болатын. Біздің сол ғылымымыз кімдер оқиды, сол өзінің оқырмандарына арналып, солардың түсінігіне негізделген. Ал қазіргі кезде біз кеңес тұсынан бері біз орысшаландырып жіберді. Ол жазған кітабын көбінесе автор өз түсінеді. Ал жалпы көпшілік ол түсіне бермейді. Терминде де содан пайда болады. Түсініксіз терминдерді қолданады. Ана қазақша термин жасайық деген кезде ол біз сол жұрт түсінсін, сол кітапты оқыған адам түсінсін деген ниетпен жасаймыз ғой. Ал енді терминнің бәрі сіресіп тұрған орысша болса, ол тіпті санаға да әсер етеді екен. Оны енді ғана біз біліп жатырмыз. Өте жақсы орынды айтып отырсыз. Мына қызық, жаңа ғылым тілінің тарихын қозғағанда, грек тіліне негізделген ғылым тілі, одан кейін грек, латын элементтерімен, терминдерімен, сөздерімен қосылған ғылым тілінің тарихы қалыптасқан кезде, Европа тілдері, неміс, француз сияқты тілдер, бұл да біздің сұранысымызды өтемейді. Өйткені бұл ұлт тілінің дамуына, неміс тілінің, француз тілінің дамуына кедергі келтіріп отыр. Біздің неміс тілінде, француз тілінде сөз жасалу керек, термин жасалу керек. Ғылымды біз өз тілімізде меңгеріп, өз тілімізде оқытуымыз керек деген ұстанымға көшіп, содан кейін Европада ұлттық ғылым тілдері пайдалы бола бастады. Одан кейін енді оның енді көршілерді алып қарасақ, енді бұның жарқын үлгісін көрсеткен Ресейде Ломоносов. Бізде Ахмет Байтұрсынұлы. Енді осы кезеңге келсек, жаңа Ахмет Байтұрсынұлы, Әлихан Бөкейханұлы, Елдес Омарұлы және Халелдер еңбек еткен ғылым және білім саласында солар осындай қазақтың білімпаздары еңбек еткен кезеңнің ерекшелігінен кезек. Осы кезең біздің ғылым тілі үшін өте бір маңызды кезең деп ойлаймыз. Әрине, бұл мына алаш кезеңі шынында да өте ең маңызды кезең. Тіпті мына есеп құралын жазған авторлар бар ғой, Міржақып Дулатұлы, Сұлтанбек Қожанов, Қаныш Сәтбаев сияқты авторлар бар. Сонда мамандардың өзінің айтуы бойынша, ондағы жаңағы есептер, есептің шарттары барлық қазақ таныммен жазылады екен. Міне сол сияқты біздегідей қазір А нүктесіне, В нүктесіне емес, болмаса біздің жалпына қазақ балалардың танымына жат нәрселер емес. Біз сол жат нәрсемен санамызды әбден суғарып алдық та, енді содан қазір арыла алмай әлекпіз. Олар
мысалы өзіміздің күнкөрісімізге Иә. байланысты, өзіміздің шаруашылығымызға байланысты Өте жақсы. есептер берген екен. Міне сондай негізде дами бергенде мүмкін енді бұл қайталамыз еді, бірақ енді кеңестік кезең өз нәтижесін, тырнақшаның ішінде өз нәтижесін берді ғой. Кеңестік кезеңде біз сөйтіп өзіміздің, ол ғылым саласына да тән, өзіміздің негізімізден, ұлттық негізімізден айырылдық та, содан кейін қазір соның салдарын, соның зардабын тартып жатырмыз. Мамандарымыз орыс тілді болып кетті. Дүниеге басқаның көзімен қарайтын болдық па сонда біз? Иә. Осы жерде сіз бір жақсы мысал айтып қалдыңыз жаңағы басқаның көзімен қарау туралы. Иә. Алаш қайраткерлері мәселен Әлихан Бөкейхан астрономия оқулығын жазып отырып, астрономия әліпбиін жазып отырғанда күн жүйесі туралы қазіргі терминмен айтқанда, соны күн қотаны деп алады. Сонда қазақ баласында түсінікті өзіміздің ұлттық таным түсінігімізден келе отырып, біздің жер дейді. Жер күнді дейді. Жер күнді қазықты айналған ат сияқты айналады дейді. Қазық арқандақ қойған ат қазықты айналып жүріп жайлады ғой. Сол сияқты күн жерде күнді осылай айналып жүреді дейді. Қазақ баласына сол кездегі қазақ таным, қазақ түсінік, қазақ тұрмысын, қазақтың өмір салтын білетін балаға одан түсінікті қылып жеткізу өте қиын. Бірақ қазіргі қазақ баласы осыны қабылдай ма? Иә, ол егер бізге қазіргі қазақ балаларының танымын өзгерту үшін көп нәрсе өткеніне 70 жылдық жаңа айттық қой, салдары бар деп. Соның зардабын қазір бізге болады. Ол үшін бізге мына ғылым саласында әсіресе мына біздің енді санамыз өзгерді, санамыз қалыптасып қалды деп қарап отырмауымыз керек. Бізге іс-әрекеттер жасау керек. Ол үшін мына танымға байланысты, адамның санасын өзгертуге байланысты батыл іс-қимылдар жасауымыз керек. Айталық, мамандарды әр сала бойынша қазақша дайындауымыз керек те, олардың тілдік құзыреттілігін көтеруіміз керек. Олардың мына қазақша танымын қалыптастыруымыз керек. Олардың сөйтіп өз мақаласын қазақ тілінде жаза бастаған маман ертең өзінде мысалы сол қазақи ғылым санаға қалай үлес қосқанын байқамай қалады. Енді әрине қазіргі кезде мына көп естіп жатамыз, барлық ғылыми ақпарат ол ағылшын тілінде, орыс тілінде, қазақша ғылыми ақпарат аз. Сондықтан біз басымызды қатырмай сол бірден ағылшын тілінде оқуымыз керек деп. Бұл бір жақты көзқарас деп санаймын. Егер біз осы дәл қазіргі уақыттан бастап жасамасақ, біздің болашақ ұрпағымыз үшін кім жасайды? Әрине. Сондықтан осыны алаштықтар, Бөкейханұлы, жаңа Байтұрсынұлы, басқа да біздің зиялыларымыз жақсы түсінген кезінде сол 20-шы жылдар өте, жаңа өзіңіз айтқандай, өте бір ерекше кезең. Ол кезеңде ғылым саласына көп мысалы Жүсіпбек Аймауытов психология, Мағжан Жұмабаевтар педагогиканы жазған кезде сол сала бойынша мына қазақ танымның бұзылмаған күйінде қарапайым ойлаудан ғылыми ойлауға көшу жүзеге асты деп айта аламыз. Біртіндеп. Бірақ енді өзіңіз жақсы білесіз, кеңестік тұста сол идеология килігіп кетті. Содан кейін біз сол танымымыздан ажырап қалдық. Енді қазір сол ажырап қалған танымды қайттан орнын келтіре алмай әлекпіз. Енді бірақ түптің түбінде егер бізге қазақша сөйлейтін ұрпақ керек болса, қазақша ғылымды жалғастыратын егер ұрпақ керек болса, бізге батыл әрекеттер жасауға тура келеді әр деңгейде. Сіз мына ғылыми прозаның синтаксисі атты еңбекте жалпы ғылыми мәтіннің ерекшелігін көрсеттіңіз. Қалай болу керек деп. Осы тұрғыдан осы ғылыми мәтінге қойылатын талап, ғылым тіліне қойылатын талап деген туралы пікіріңізді айтсаңыз көпшілікке. Көп адамдар мына ғылыми мәтіннің тілі бір сірескен тіл деп ойлайды. Қасаң тіл деп ойлайды. Немесе символдар тек формулалардан тұру керек деп ойлайды. Енді ол әрбір ғылымның өзінің спецификасына, өзінің ерекшелігіне байланысты ғой. Ал жалпы бұл бір жақты көзқарас.
біздің мына жас ізденушілер ең бірінші мына ғылыми мәтіннің құрылымы қалай болады, соны жақсы білу керек. Ғылым деген өзінің әр құрылымдық бөлігі болады ғой. Мысалы ағылшын дәл қазір есімде жоқ, ағылшынның бір осы мына академиялық жазу бойынша бір зерттеушісі мына ғылыми мәтін жазатын авторларды төртке бөледі екен. Ол сүңгуірлер. Сүңгуірлер деп мына тереңнен барып жазатындар бар, соны айтады екен. Тереңнен барып айталық, мысалы біздің саламызда мен соны оқып отырып Мархабат ағамызды, Мархабат Томанов сүңгуірге жата ма деп ойладым. Келесі ол күрделі жоспарды ұнататындар, ол мына эпик, көркем әдебиетте эпикалық романдар жазатындар бар ғой, Мұхтар Әуезов сияқты. Сол сияқты бұндайлар бәрін жоспар құрып алады екен де, жоспар құрмай ғылыми ешнәрсе жазуға кіріспейді екен. Содан кейін мына графика ұнататын, енді сіз білесіз, ғылыми мәтінде әртүрлі диаграмма, сондайлар бар ғой. Соларды өзінше бір бөлек топтайды, атауын дәл қазір ұмытып отырмын. Содан кейін міне осылайша топтайды. Шынында да өзі мына ғылыми авторларды қарап отырсақ, осыған келіңкірейді. Ахмет Байтұрсынұлын қайсысына жатқызар едіңіз? Ол кісі енді өте мына күрделі ғалым ғой, күрделі, сондықтан мына күрделі жоспарымен ол кісінің сондайға жата ма деп ойлаймын. Жоспар жасап жазды деп ойлайсыз ба? Ол кісінің енді ойлары өте кесек, өте күрделі. Бірақ жеткізу стилі қарапайым ғой. Жеткізу стилі қарапайым. Өте қызық, иә. Енді барлығын енді ғылыми авторлардың барлығын 3 топқа енгізіп жіберуге болмас, бірақ дегенмен шындық бар дейсіз ғой. Бір көп мақалалар талдап отырып, сондай бір тұжырымға келген ғой деймін. Сол сияқты біздің мына жас ізденушілер көпшілік ғылыми мақаланың құрылымын білмейсіз. Осы ғылыми мақаланы жазу туралы бір сіз мақала жаздыңыз. Сол туралы нақтырақ қысқаша айтып берсеңіз. Мақаланың құрылымын білмейсіз. Оның енді жарайды, кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды дегендер ол түсінікті. Оны барлық біледі. Бірақ қай бөлігінде болмасын ғылыми мақаланың, онда бір идеяны әрі қарай жалғастырушылық. Бір айталық, біз қазір енді тезис деп айтып жатамыз ғой. Бір тезис, бір сауал қойып алып, сол сауалды әрі қарай дамытушылық. Біздің мына жас ізденушілеріміз әр нәрсені көп мына диссертацияларды қарап отырсақ, күрделі жазамыз, әртүрлі сәнді, модный терминдерді қолданамыз дейді, өзі басқа тақырыпқа ауытқып кеткенін байқамай қалады. Сондықтан біз сол бір тақырыпты, ол мейлі мүмкін ұсақ тақырып болар, сол тақырыпты жеріне дейін жеткізіп зерттеуіміз керек. Ол мен көбінесе өз саламызға байланысты айтып отырмын. Жалпы солай. Бұл енді жас зерттеушілер ғылымға жаңадан келіп жатқандықтан, оның ғалым ретінде қалыптасуы да, сонымен бірге оның өзіндік стилі, ғылыми тілді меңгеруі де уақытпен келетін нәрсе шығар. Сондықтан жаңағындай кемшіліктердің болуы ол табиғи нәрсе болар. Жақсы. Бірақ оның бәрі шынында да тәжірибе арқылы келеді. Жалпы жазу деген тәжірибемен келетін нәрсе. Жазу деген тәжірибемен келеді. Бірақ осы жерде бір парадокс бар. Кейде біз жас докторанттардан сол олардың жас екендігін ескермей жатамыз. Олардан бір ерекше диссертациялардан бір керемет бір жаңалықтарды күтеміз. Таза академиялық баяндау стилін іздейміз дейсіз ғой да? Ол да өз алдына, бірақ стиль шынында да біз қарапайымдылықтан, нақтылықтан ажырамауымыз керек. Енді ғылым деген жерде өзі көркемдік деген жүрмейді ғой. Бірақ қазіргі кезде өзі мына ғылыми мәтіндерде ол мәтін ғой. Көркем мәтін айталық бір оқиғалардан, сюжеттерден тұрады. Ал ғылыми мәтін ол ғылыми білімнен тұрады. Ал ғылыми білім іздегеніміз ол енді ғылыми зерттеудің нәтижелері ғой. Қазір бұрын философияда гносеология дейтін таным деген жүруші еді ғой. Сол қазір
генесологиядан гөрі мына эпистемология дегенге қазір зерттеушілер көбірек мән беріп жүр. Эпистемология дегенді өз түбірі сол латыннан алады, грек тілінікі қой деймін ұмытпасам. Ол білім қоры деген. Сонда кез келген ғылыми мәтінде сол білім қоры болу керек қой, өз саласы бойынша. Енді білім қоры өздігінен жиналмайды, оны біз жалпы терминмен ғылыми білім деп айтсақ, сонда ғылыми мәтін сол ғылыми білімнен тұрады. Ал ғылыми білімнің өзі қалай келеді? Ол енді әртүрлі аспектілерден қараудан пайда болады. Міндетті түрде ғылыми мәтінде терминдер жүреді, міндетті түрде ұғымдар жүреді, міндетті түрде сол терминдер мен ұғымдардың таралуы, ажыратылуы жүреді. Ол енді онтологиялық аспект дейміз. Міндетті түрде ғылыми мақалаларда ескі білім мен жаңа білім дегеннің тайталасы жүреді. Енді ескі білім дегенде біз бұл жерде бұрын зерттелген зерттеулерді айтамыз. Ескі білім айталық. Қазір Америка ашып қажет жоқ, көп нәрсе зерттелді. Бізде ескі білім қоры бар. Біз белгілі бір ғылыми мәтінде солардан дәйек сөз келтіреміз ғой. Осы жерде ескі білімде соны айтамыз. Ескі білімді міндетті түрде біз пайдаланамыз. Осы жерде сізге бір сұрақ қойғым келіп отыр. Біздің қазақстандық ғылыми еңбектерде, зерттеулерде сіз айтып отырған ескі білім ғасырдың басында жарық көрген еңбектерге, 30-шы, 40-шы, 60-шы, 70-шы жылдардағы еңбектерге сілтеме жасау байқасаңыз жиі кездеседі. Мәселен, біздің тіл білімін алатын болсақ, Ахмет Байтұрсыннан бастап, Сәрсен Аманжолов, Құдайберген Жұбанов, соларды үнемі келтіріп отырамыз. Көп диссертациялық ғылыми монографияларды алып қарасаң. Ал енді біз осы ғылыми мәтін сілтеме жасау, ескі білім, жаңа білім деген тұрғысынан қарасақ, Европа университеттерінде ғылыми зерттеулерде орындалған диссертация немесе курс жұмысы болса, соған пайдаланған әдебиеттердің басым бөлігі кейінгі 10 жылдықта жаңа басылымдар болмаса, ол диссертацияның құндылығын құнды еңбек деп, мынада жаңа ғылымның жаңалықтары қамтылмаған деп түсіреді деп қарайтын көзқарас бар. Осыған қалай қарайсыз? Жалпы осы қаншалықты дұрыс? Бұл бізде де бар. Тіпті қазір белгілі бір сала бойынша, белгілі бір курс бойынша силабус жазсаң да, мұнда жаңа әдебиеттер жоқ. 2022 жылдан бері қарай әдебиеттерді енгізу керек деп, ол бізде де бар. Жоқ, енгізу керек дейміз, бірақ ол жерге ондай шектеу жоқ та. Ішінде болса, бірақ Европада ол негізгісі солар болу керек деп санайды ғой. Мына жаңа білім жаңаға негізделу керек деп. Бұл менің ойымша бұл кішкене бір жақтылау. Өйткені кімдікі бір жақты? Олардікі ма, біздікі ма? Біз Байтұрсынұлы мен мысалы Жұбановтарды пайдаланбай тұра алмаймыз. Иә, аттап өте алмаймыз. Аттап өте алмаймыз. Мына тек қана жаңадан тұру керек дейтін көзқарас бір жақтылау деген келеді. Өйткені базалық білім соларда ғой. Соларда біз енді әрине бір жағынан мына жаңа зерттеулерді пайдалануымыз керек, бірақ сол жаңа зерттеулердің өзінде де сол бұрынғы ескі білім міндетті түрде болады. Біз белгілі бір тақырыптың сол ежелгі білімнен бастап ала отырып, сол жаңа зерттеулерді қалай көрініс тапты. Жаңа білім деген біздің өзі сол ғой. Ал сол жаңа зерттеулердегі көзқарас, мына жазып отырған адамның диссертациясында, болмаса мәтінде қалай әрі қарай дамыды. Осы жағын ескеруіміз керек сияқты. Өйткені мына ғылымда бір нәрсе бар. Ғылым ол уақыт кесіндісіне бағынбайды. Ол уақыт үзігіне бағынбайды. Ол осыдан біз 19 ғасырда да айтқан ғалымның мысалы пікірін, идеясын қазірде айтуымыз мүмкін. Сондықтан ғылым уақыт үзігіне бағынбайды. Ғылым ол мәңгі жасайтын сондықтан ғой. Мысалы сіздің жазғаныңыз кейін осыдан бір ғасыр өткеннен кейін де пайдалану әбден мүмкін. Уақыт сыншы болған бәрі. Уақыт шешеді. Бірақ ғылым идеялар ол уақыт кесіндісіне бағынбайды. Ол уақытпен бірге жасасып жүреді. Сондықтан кейде жаңа зерттеулерді талап ететіміз бір жағынан дұрыс та шығар, бірақ сонымен бірге ол ескі білімге біржолата оны сызып тастауға болмайды. Жақсы, өте дұрыс. Бұл жақтан енді ескі білімді, жаңа ғылымның бастау көзінде тұрған еңбектерді, ғалымдарды айналып өтуге болмайды дегеніңіз орынды.
бірақ мына технология ғылым салаларында бұны бір қазіргі ғылымның негізгі талаптарының бірі ретінде мәселен физика, химия немесе нанотехнология бойынша бір диссертация қорғалып, магистрлік, докторлық еңбек жазылып жатса, Америкадағы, Еуропадағы, шығыс пен батыстағы дамыған елдердегі осы саланы зерттеген ғалымдардың жаңа еңбектерін қамту негізгі талап етіледі да. Кейде ойлаймыз, енді бұл елдерде әсіресе ғылым мен технологиясы дамыған мемлекеттер туралы айтып отырмыз. Олар осы салада алда келе жатыр. Ғылымы дамып жатыр. Біз енді көп лингвистиканың өзінде біз жаңа нейролингвистика, психолингвистика, когнитивтік лингвистика дегеннің бәрін енді бізге батыс тілшілерінен келіп жатыр ғой, ғылымынан. Соны жасап отырған ғалымдар осындай талап қойып отыр ғой деген тұрғыдан біз қайтуымыз керек. Біз енді жаңа айттым ғой, ескі білім туралы айттым, енді жаңа білім. Иә, соған. Сол жаңа білім дегеніміз шынында сол ескінің негізінде соны жаңғырта отырып жасаған білім жүйесі. Біз сол жаңа білімді жасай білуіміз керек. Ол тек гуманитарлық салада емес. Айталық жаңағыдай бір практикалық, бір робототехника делік. Мысалы, Назарбаев университетінде бір робототехник ғалым бар екен, өзім жақында ғана таныстым. Жақында ғана бір семинарда кездесіп қалып, бізде істейді екен. Сонда ол жігіттің айтуы бойынша жұмсақ роботтар дегенді ойлап таптық дейді. Жұмсақ роботтар деген ол бұрын әлемде біз бірінші рет таптық дейді. Сөйтсек, жұмсақ роботтар дегеніміз ол мына жұмсақ күш бауырымен жорғаушылар бар ғой, өрмекші, сондай олардың денелері жұмсақ келеді. Бұл соған ұқсастандырып жасалған роботтар екен, соған ұқсастандырып жасалған қолтемірлер екен де, мына трубалардың арасына, құбырлардың арасына адамның қолы жетпейтін жерлерге жіберсе, олар өздігінен соларды тазартуға, соларды тағы бір жұмыста жүргізуге өздігінен қабілетті екен. Өйткені олар жұмсақ болатын себебі бұл жерде метафораны пайдаланып тұр, жұмсақ робот. Жұмсақ болғанда ол жұмсақ материалдан жасалмайды, бірақ жаңа бауырмен жорғалаушылар сияқты қимылдайды, иә? Қимылдайды. Олар майса алады. Әртүрлі жаңа қуыс, адамның қолы жетпейтін қуыстар. Жылан сияқты, кесіртке сияқты кіріп кетеді дейсіз ғой қуыс. Және соның үлгісінде жасалған. Міне осының бәрі жаңа білім. Осының бәрі жаңа білім. Сонда жаңа білім дегеніміз біз сол ескі білімді қорыта отырып, соны жинақтай отырып, содан дәйек сөз келтіре отырып, бір содан жинақталған бір жаңа білім жасаймыз. Жаңа білім жасаймыз, оның өзінің анықтамасы болады дегенде, оның өзінің аспектісі болады, оның өзінің зерттеу. Жаңа білім деген сонда осы. Бұл ғылыми мәтінде кездесетін антологиялық аспект, ғылыми білімнің бір түрі деді ғой. Енді ғылыми мәтіннің эпистемологиясына қатысты тағы бір айта кететін міндетті түрде мына бағалаушылық аспектін. Біз енді әрине көркем әдебиетке қатысты біз автор бейнесі дейтін термин қолданамыз, оны жақсы білесіз. Енді ғылыми әдебиетке де, ғылыми мәтіндерге де енді қолданатын кез жеткен сияқты. Мысалы, прагматика деп жүрміз қазір. Ғылыми мәтінінде прагматикасы бар. Өйткені ғылыми мәтіннің де авторы болады, ғылыми мәтіннің де оқырманы болады. Ол да белгілі бір аудиторияға жазылады. Оның да оқырманы бар. Оқырман қалай бағалайды оны? Мәтін авторының ойы қандай? Сондықтан бұрын мына стилистикада көркем мәтінге байланысты, көркем әдебиет стиліне байланысты қолданылып жүрген мәселелер ғылыми стильге де қазір жат емес дегеніміз келеді. Сондықтан ғылыми мәтін автор дегенде бізде қалай? Ғылыми мәтін десе бағана айттым ғой, бір қасаң тіл деп. Сол қасаң тіл деп ұғуымыз бір жақта. Өйткені ғылыми мәтіннің авторында ой болады, идеясы болады, соны жеткізгісі келеді. Басқа біреумен пікірталас түскісі келеді мысалы. Сондықтан кейде субъективизмнің ықпалы ғылыми мәтінде де кездеседі. Авторландыру деген авторизация деп айтамыз ғой. Авторландыру. Қазір айталық авторландыру көрінісі, қазіргі жастар көбінесе мен деген жіктеу есімін пайдаланады. Мен зерттедім, мен айттым,
мен осындай көзқарасқа келдім. Менің көзқарасым мынандай. Жастарға жарасатын шығар. Бірақ қанша дегенмен мысалы өз басым бізді қалаймыз. Біз деген неғұрлым қарапайымдылықтан. Осыны немен байланыстырасыз? Мына ұрпақтардың өзіндік, әр ұрпақтың танымдық өзінің ерекшелігі бар ғой енді. Біздің ұрпақ жаңа сіз айтқандай біз деп сөйлеуші едік. Мен дегеннен қашып. Қазір енді өз атынан мен жасадым, менің еңбегім деп айту, бұл бір біздің мүмкін жеке адамның өзінің көзқарасын батыл, ашық, анық айтқысы келгеннен ба, жоқ әлде бір танымдық, мәдени өзгеріс па, осының ар жағында не бар? Негізі мен деп айтуда тұрған негізі ешнәрсе жоқ. Ол біз ғылыми стилде қалыптасып қалған дәстүр бойынша біз айтамыз ғой. Шында да дұрыс емес. Мен деген қазір жастарға жарасады. Өйткені шында да өзінің жариялап отырған жаңалық болса, неге мен деп айтпасқа. Және бұл жерде мына шет тілінде ықпалы жоқ емес. Ағылшын тілінде ай деген қолданылады. Ол диссертация болсын, олар батыл түрде өзі мен деп айтады. Сондықтан бұны бір стилистикалық кемшілік деп қарамауымыз керек. Егер айтары бар болса, жеткізер жаңалық болса, жастарға мен деп айту жарасады. Әке, бұл біздің мына шығыс пен батыстың мүмкін біздің өзіндік мәдениетіміз, қазақ әр нәрсені баттитып айтпай, өз атынан айтпай, жұмсартып айтқысы келетін сондай мәдениетімізге тән ерекшелігіміз бар ғой. Ал батыс мәдениетінде мәселен ол басқашалау, әр нәрсені өз атымен тікелей айту деген сияқты. Бізде енді салт дәстүрімізде сондай нәрсе бар. Мәселен адам дүниеден өтсе, оны естіртудің өзі әлгі ақсақ құландағыдай. Адамды психологиялық, моральдық тұрғыдан дайындап, бұл шок алмау үшін солай жеткізу мәдениетімізде жалпы бар, тілімізде де сол. Осымен байланысты емес па осы қыры? Жаңа біз деп айту, өз атынан айғайлап айтпай, мен деп айту. Бұл жағынан ұлттық, мен айтайын деп тұрғаным, ұлттық менталитет пен ұлттық таныммен байланысты нәрсе емес па? Біздің ұлттық танымымыз басқа батыстық танымға ауысып, жастарымыз соны қабылдап, өз мәдениетімізден кішкене алшақтап бара жатқан жоқ па деген нәрсе туындайды ғой бұның ар жағында. Ғылымға келген кезде, егер айтары бар жастар болса, мен деп айтсын. Айтқан дұрыс дейсіз ғой. Мен деп айтқан дұрыс. Өйткені бұл жерде бір ғылыми жаңалық ашып жатса, өзінің жаңалығын дәлелдеу керек. Онда тұрған мен деп тұрған ешнәрсе жоқ. Бірақ енді әрине жалпы мына қалыптасқан ғылыми стильдің негізгі белгілерін сақтай отырып, орнымен жұмсалса, соншалықты бір өрескелдікті көріп тұрған жоқпын. Өзім сөйтіп ойлаймын. Мен бізде. Бірақ дегенмен енді дәстүр бойынша біз әлі бізбен келе жатырмыз. Иә. Жақсы. Енді осы жерде мына ғылым тілі деген кезде осы ғылыми стиль. Енді сіз осы ғылыми прозаны зерттегеннен кейін осы ғылыми стильдің ерекшелігі, қазіргі ғылыми тіліміздің жай-күйі қандай жетістігі бар, қандай жаңашылдығы бар, немесе қай жерде сол ғылыми стильдің кемшіліктері түзетілмей жатыр деген сияқты. Енді бағана сөзім басында айтқандай, ғылыми стильді жетік меңгеру үшін біздің ең бірінші сала мамандарымыздың тілдік құзыреттілігі жоғары. Олар тілде енді ол қарым-қатынас құралы ғой, қанша деген. Ғылым саласында да оны құрал ретінде біз дұрыс пайдалана білуіміз керек. Оны енді мен жалпы көпшілік ғылыми мамандарға арнап айтып отырмын. Олардың егер тілдік құзыреттілігі қаншалықты жоғары болса, олар да сол ғылыми стильдің қазақ тіліне тән сипаттарын жетік меңгереді деп ойлаймын. Ол үшін мына басқа мамандықтарда көп жерде айтып жүрміз, басқа мамандықтарда ғылыми стиль мәселесі, қазақ тілінің ғылым тіл ретінде қызметі, терминология мәселелері міндетті түрде оқытылу керек. Ол тіпті мектепті қазақша бітіріп, университетті қазақша оқып жатқан кейбір мамандарымыз қазақша ғылыми мақала жаза алмайды. Оның бәрі сол құзыреттілікке байланысты. Содан кейін
мына жоғары мына жақсы оқу ниш сияқты мектептер бар ғой, алдыңғы қатарлы мектептер дейміз бе, сол олар көбінесе өздерінің ғылыми зерттеу жұмыстарын ағылшын тілінде жүргізеді екен де. Біз тіпті қазақша оқыған балалардың ғылыми тілге келген кезде соның өзін тоқыратып алып жатырмыз. Өйткені олардан тәжірибе жоқ. Сол тәжірибені дамытуымыз керек. Осы жерде сіз өте өзекті мәселені көтеріп отырсыз. Мына кезінде түрік лицейлерін оқыған балалар да кейбір пәндерді, мәселесі жаратылыстану ғылымына қатысты пәндерді, сол салаға, математика, физика сияқты пәндерді ағылшын тілінде жоғарғы сыныпта оқып, терминологияны, сол ағылшын тілді терминологияны меңгерді. Кейін ғылыми еңбек жазғанда олар ағылшын тілінде жазуға машықтанды да, былай тілді біліп тұрғандарының өзі қазақша ғылыми еңбек жаза алмайтындай болды. Қазіргі егер біздің ағылшын тілін оқытып жатқан, ағылшын тілін жоғары сыныпта оқитын осы сіз айтып отырған мектептерде ертең қазақ тілінде ғылыми еңбек жазбайтын, қазақ тілінде ғылыми еңбек жазуға машықтанбаған, баяндама жасауға машықтанбаған ғылыми кадрларды ағылшын тілінде жазатын, өзіміз мақсатты түрде дайындап отырған болып шығамыз ғой сонда. Иә, негізі осыдан қорқу керек. Осыдан қорқу керек. Және осы мәселені біз алдын ала білуіміз керек. Міндетті түрде мына жаратылыс пәндері қазақша жүргізілу керек. Біз одан қашпауымыз керек. Өйткені қазақша жүргізу арқылы біз болашақ мамандардың ғылыми санасын қазақша қалыптастырамыз ғой. Айталық, бір термин қазақша аталса, сол қазақша атаумен бірге оның мида, оның санасы да жұмыс істейді. Ол қазақша атауын қалай қабылдайды, оның анықтамасын қабылдайды. Мысалы, алаш кезеңінде бағана айтқан барлық қазақша терминдер болды да, ол қабылдау жеңіл болды. Сөйтіп, сол кездегі ұрпақтың ғылыми санасы қазақша қалыптасты деп айтуға болады. Ал енді біз қазір соны жоғалтып алғаннан кейін, бірақ енді біз жоғалтып алдық деп қарап отырмауымыз керек, бір әрекетке көшуіміз керек, бір әрекеттер жасауымыз керек. Сол әрекеттердің ең басы ол барлық салалардың осы қазақ тілін жете үйрету, олардың тілдік құзыреттілігін арттыру үшін керек. Сондықтан болашақ мамандарға терминологияға байланысты курстар жүргізуіміз керек. Ғылыми стильдің жетілдіруге байланысты курстар жүргізу керек. Тек бір құтылудың жаңағыдей тоқыраудан бір құтылудың жолы осында деп ойлаймын. Бұл жерде енді мынандай объективті нәрселер де бар да. Әлемдегі ғылыми ақпараттың басым бөлігі ағылшын тілінде сақталған. Әлемдегі озық университеттердің басым бөлігі мамандарды ағылшын тілінде дайындайды. Сондықтан және ғылыми таралымы көп, жаңа ғылыми журналдар, басылымдардың барлығы басым бөлігі ағылшын тілінде. Сондықтан ғылым әлемінде кеңірек танылу үшін ғылыми ақпаратты әлемдегі ең озық соңғы ғылымның жетістіктерін мен таныс болу үшін жастардың ағылшын тілін білуі түсінікті. Білуге ұмтылу, оны білмей болмайды. Оған біз енді қарсы тұра алмаймыз, өйткені қазіргі шындық солай. Бірақ екінші жағынан солай бола тұрғанына қарамастан, ұлттың өз тілін меңгермей, бірден сол ағылшын тілінде балаларымызды ғылымға бейімдеп жатырмыз деп ағылшын тілінде оқытып, қазақ тілінде жаңа ғылыми мақала жаза алмайтын, ғылыми термин жасай алмайтын мамандарды дайындау, сіз жаңа айтып отырсыз, бұл қауіпті деп. Бірақ ол қауіпті болса, осындай кадрларды дайындауға біз неге басымдық беріп, жаңағы ең үздік балаларды сол мектептерге таңдап алып, мәселен ниш таңдап аламыз, ағылшын тілінде басымдық береміз, сөйтіп оқытамыз, ертең олар ғылымды қазақ тілінде жаза алмайтын болса, қазақ тілінде оқулық жаза алмайтын болса, қазақ тілінде термин жасай алмайтын болса, қазақ тілінде дәріс оқи алмайтын профессор мен ғылым докторлары шығып жатса, онда ол қазақтың ғылым тілінің кеңеюіне ол маман үлес қоса алмайды деген сөз ғой. Неге оны біз солай жоспарлап отырмыз деген? Енді аударма бар. Ғылыми көпшілік аударманы жандандыруымыз керек. Мына ағылшын тіліндегі мол ақпаратты, я болмаса орыс тіліндегі ақпаратты аударма арқылы
орын толтыруымызға болады. Мысалы жапондар айталық кезінде жапон тіліне барлығын аударған, алдыңғы қатарлы ғылыми мәтіндердің бәрін өз тілдерін аударып, оны мына білім беру үдерісінде пайдаланған. Бізге де солай жасауға болады. Аударма, мысалы ғылыми аударма қазір бізге ең керек нәрсе. Бізде айталық мына Назарбаев университетінде зиялы дейтін портал бар. Зиялы дейтін порталда ол мына студенттер бізде көбісі ағылшынша оқиды ғой, сол білгендерін, кейбір жетістіктерін аударып, мысалы сол порталға жариялайды. Бұл енді бір тамшыға бір теңізге қосылған бір тамшы сияқты, бірақ керек. Осындай жұмыстарды жандандыруымыз керек. Жақсы. Біздің постколониалдық жұмыстар дәл осылай, осыдан басталады. Біз енді кешегі айтып отырған советтік кезеңде біздің лингвистика саласы бойынша Мәскеуде орыс тілінде жарық көретін новая зарубежная лингвистика дейтін серия болды. Ұмытпасам, сол 27-28 томына шейін біз алып тұрдық, кейін одан қол үзіп қалдық, ол шыға ма шықпай ма әзір хабарымыз да жоқ. Бізге неге осындай әлемдік ғылымдағы жаңалықтар деген бір сериямен сол әр сала бойынша физика, химия, математика, әсіресе жаратылыстану ғылым салалары бойынша мүмкін біздің осы мына аударма бюросының тәжірибесінде осындай үлгідегі жаңа сіз айтып отырған әлемдік озық оқулық монография мақалаларды қазақ тілінде осылай жариялап отырсақ, бұл ғылым тілінің дамуына да жаңалығына қазақ тілді қауымға ғылыми ақпар, сапалы ғылыми ақпарат жеткізуге үлкен үлесін тигізер еді ғой. Әбден мүмкін, және керек. Осылай жасалса ғой. Шында да әр сала бойынша сондай жоғары сапалы журналдар, аударма журналдары керек, ол күн тәртібінен түспеу керек. Және шында да өте жақсы идея бұл. Екінші жағынан, Сәкен, мына ғылым тілі дегенде біз қазір Скопусқа жарияланамыз деп көбіне ағылшын тіліне аударып Европаға жіберіп жатырмыз ғой. Осы бізге қазақ тіліндегі өте сапалы Скопус мақалаларының деңгейіндегі ғылыми журналдардың санын ғылымның салалары бойынша көбейтіп, соған іріктеп алу мақалалар әрине өте сапалы болу керек, сөз жоқ. Енді ол қазақ тіліндегі мақала екен деп оны жариялауға болмайды. Оның ең алдымен сол ғылыми мақалаға сай болатын сапасы ескерілу керек. Осындай журналдар шығарсақ та бұл ғылым тілінің дамуына және ғылыми мәтіннің, ғылыми контенттің көбеюіне ықпал етеді ғой. Әрине ықпал етеді. Осындай Скопус тектес журналдар, ғылыми журналдар, әр сала бойынша журналдар шығару, қолға алуымыз керек. Бұл бір. Және мына Скопус деген кезде мен бұрын былай ойлайтынмын. Мысалы, әр тілде сапалы ғылыми мақалалар бар, сапалы ғылыми еңбектер бар. Сол мына үздік ғылыми еңбектер әзетті өз топырағында қалмайды ғой. Міндетті түрде басқа тілдерге аударылады. Мысалы, Байтұрсынұлының еңбектерін басқа тілге аударған сияқты. Міндетті түрде. Сол мақсатта Бенвенисті, Сассюрді немесе басқа да барлық тілге аударылған ғой. Сол мақсатта пайдалансақ, енді әрине екінші бір Скопустың енді мына қазақ тілді ғылымда қандай жаңалықтар болып жатыр, оны да жариялап отыруға көмектеседі деп ойлаймын, сондай мақсатта. Және Скопус рейтингісімен шығатын журналдардың да өзінің жазу дағдысы бар, өзінің жазу мәнері бар. Соны үйрету ғой бізге. Үлгісін әкелу. Ол соншалықты соның үлгісі соншалықты бір керемет емес. Біздің мысалы қазақ тілінде де шығып жатқан мақалалар сондай деңгейлес мақалалар, кеміспейтін мақалалар бар, бірақ құрылымы ондай емес. Сондықтан енді әрине Скопус журналдарындағы да мақалалардың құрылымын білу артықтық болмайды, артық емес шығар енді біздің ізденушілерімізге, болашақ докторанттарымызға. Бірақ ең басты нәрсе ол қазақ тілінде жақсы нәрселер, сапалы нәрселер жариялау ғой. Әрбір сала бойынша. Бірақ енді осы жерде мәселе туындайды. Жаңа бәрі келіп кадрға тіреледі ғой, ғылыми кадрға тіреледі. Енді айталық биотехнология ма, нанотехнология, термодинамика дейтін болсақ, дәл сол салаларда қазақ тілін жетік білетін,
сол саланы қазақша жатық сөйлететін мамандар көп деп айта алмаймыз. Олар өте некен саяқ. Сонда ол салада ғылым тілін дамытуды біз кімге тапсырамыз? Дәл осы жерде мына үкіметтің қолдауы керек. Үкіметтің қолдауы керек. Міндетті түрде мемлекеттік қамқорлық болу керек. Осындай қазақ тілінің тісі батпай жүрген салаларға биотехнология бола ма, робототехника бола ма, олар мысалы белгілі бір дәрежеде мамандар дайындау жөнінде айталық, мысалы ұсыныстар болса, жоспарласа алдын ала, мысалы сондықтан бұл жерде мемлекеттік қамқорлық міндетті түрде керек. Жақсы, енді жеке адамның инициативасымен әрине көп нәрсе жасағымыз керек, бірақ оны жүзеге асыру кейде оңай болмайды. Жеке адамның инициативасы. Ал жоспарлы түрде мемлекет тарапынан жүзеге асса, біз жасауымызға болады. Осы құзырет, соған тиісті мекемелер бар ғой. Иә, мекемелер болғанда ғылым білім тұрғысынан қазіргі бір озық университет, ғылым білім, сапалы білім беру тұрғысынан алдыңғы қатарлы рейтингте жоғары тұрған университеттің бірі Назарбаев университеті. Осы Назарбаев университеті ғылым тілінің, сіз айтып отырған қазақтың ғылым тілінің дамуына, ғылыми кадрларды дайындауға осы тұрғыдан қаншалықты үлес қосып жатыр? Үлес салмағы қандай мамандардың? Әрине, енді Назарбаев университеті басқа университет сияқты енді өзіндік үлес қосып жатыр. Бізде қазақ тілі 2 жыл болды, қазақ тілі ғылымы тілі дейтін семинарлар болып тұрады. Айталық, ол семинарда мысалы біздің университетте жұмыс істейтін басқа ағылшын тілді мамандарды біз шақырып дәріс оқытамыз. Мен есімде алғаны медицина ғылымына аты жөні есіме түспей тұр енді ана кісінің. Жақсы. Иә. Солар бізде мысалы жақсы робототехник мамандар бар, соларды математик мамандар бар, соларды енді оқу әрине ағылшын тілінде. Бірақ сол ағылшын тілінде оқып жатқан студенттердің қазақша ғылым тілін меңгеру мақсатында осындай семинарлар біз ұйымдастырамыз. Жақсы, ол дұрыс, игі шара екен. Енді Шәке, мына өзіңіз ғылым тілін зерттеп жүрген, осы мәселені білетін, ғылыми кадр дайындаудың маңызын түсінетін маман ретінде, жаңағы сіздің өзіңіздің университетіңізде, еңбек етіп жүрген университетіңізде шығатын ғылыми мақалалардың, ғылыми монографиялардың, қазақ тілінде шығатын әр ғылымның әр саласына қатысты оқулықтардың үлес салмағы қандай дәрежеде екенін білгіміз келеді. Қатардағы қауымдастырылған профессор болғандықтан жалпы университет үшін. Иә, жоқ, дұрыс. Жоқ, сіз енді зерттеп мәлімет көрмедіңіз бе дегенім ғой. Ондай мәлімет мен енді арнайы іздеген жоқпын. Иә. Бірақ жеке өз бастамаларымен осы қазақша ғылым жасайықшы деп жүрген математиктер де бар. Иә, олар бар, жекелеген ғылым. Ол барлық жерде бар оның. Иә, ол барлық салада бар. Барлық жерде, барлық университеттерде бар, иә. Бізде де бар. Енді сол кісілердің бастамасы. Жоқ, оны мен жайдан жай айтып отырған жоқпын, Сәке. Мысалы үшін біздің маңдайалды университеттеріміз, мысалы үшін Оксфорд, Кембридж дейтін болсақ, олар ағылшын тіліндегі ғылыми контентті дамытуға ол университеттер жеке-жеке үлес қосып жатыр. Сол үшін ағылшын тілінің бәсі жоғары ғылым әлемінде. Енді маңдайалды біздің Казгу, Евразия ұлттық университеті, Назарбаев университеті, КИМЭП дейміз ба, басқа да Қазақ-Британ университеттері сияқты. Осы университеттердегі қазақ тіліндегі ғылыми кадр дайындау, қазақ тіліндегі ғылыми мәтінді көбейтуге осы университеттер, мүмкіндігі мол университеттер үлгі болу керек, және осыған мұрындық болу керек деп ойлаймыз. Және он жердің сіз сияқты профессорлар, ғылым тілін зерттеп жүрген профессорлар, сол жердегі ғылым тілінің ахуалына немқұрайды қарамай зерттеп, соның үлес салмағын анықтаса жақсы болар еді деп ойлаймыз да, Сәке. Бұған сіз өз қаперіңізде болсын. Мен сондықтан әріптестің әріптеске айтқан деп ойлаймын да. Енді жоқ, ол сізді немқұрайды қалдырмайтынын білемін. Сол үшін айтып отырмын. Біз осы жақында ғана Түркістан қаласында өткен ғылым тіліне арналған симпозиумға қатысып қайттық. Сонда осы ғылым тілінің не байланысты баяндама жасадық. Сондағы алған біздің енді мәліметтеріміз бойынша соңғы 10 жылда мен сізге мынандай мәліметтерді
келтірейін. Еліміздегі ғылыми кадрлар даярлаудың соңғы 10 жылдағы жағдайы туралы айтсақ, 2012 және 23 жылдар аралығында ғылымның түрлі салалары бойынша 3888 докторлық PhD қорғаған, диссертация қорғалған. Соның 1388-і, яғни 35,7% қазақ тілінде жазған. 35%. Енді 2323-і, яғни 59,75-60% деуге болады, дөңгелетіп. 60% орыс тілінде жазылған, 177 диссертация, 4,55% ағылшын тілінде жазылған. Енді бұл деректер біз нақты осы мәліметтер жинап отырған ғылыми мекеменің алып отырмыз. Бірақ бұл соңғы 10 жылмен салыстырғанда әлдеқайда жылжу бар. Бірақ өзіміз көріп отырмыз, қазақ тіліндегі диссертациялардың пайызы 35% болып отыр, 50%-ға да жетпей отыр. Оның ішінде кейбір бұның көбі гуманитарлық ғылымдар саласы бойынша екенін біз білеміз. Ал енді нақты ғылымдар саласы бойынша, инженерия саласы бойынша қазақ тілінде жазылып жатқан диссертациялар ғылыми кадрлардың үлесі төмен әлі. Біз енді осыны жоспарлап, ғылыми біздің министрлігіміз бар, жаңа сіз үкімет дедіңіз, сол үкіметкен ұсыныс беретінде және үкіметтен бюджеттен қаржы алып сол кадрлар дайындайтынды ғылым және жоғарғы білім министрлігі. Осыны жоспарлауымызға болады, өз қолымызда ғой. Енді осы тұрғыда сіз не айтқан болар едіңіз? Енді әрине бұл тұрғыда да бұл сұрақты мен ғылым және жоғарғы білім министрлігін құдай қаласа шақырып отырмыз осы сұхбатта. Ол кісінің өзіне де қоярым, бірақ маман ретінде, ғалым ретінде ғылым тілін зерттеп жүрген сіздің де пікіріңіз маңызды. Дұрыс. Бұл жерде үкіметтің қолдауынсыз бізге қиын. Әрине. Үкіметтің қолдауынсыз қиын. Мына жаңағы мамандықтардың гранттар санын көбейтсек, гранттар қазақ оқу қазақ тілінде жүретін гранттар санын көбейту, басқа да бір стимулдар беру керек. Стимулдар. Мысалы біз талап етеміз ғой, Скопусқа ағылшын тілінде мақала жариялау. Тіпті мына орыс тілінде жазатын диссертацияларда біз қазақ тілінде, біз Қазақстанда өмір сүріп отырмыз ғой, қазақ тілінде мақала жазу талап етуге мүмкіндігіміз бар ғой. Мына қазақ тілі туралы заңға сүйене отырып. Мемлекеттік тіл жақсы. Осылай біз ана тілінің қолданысын ғылым саласында солай біртіндеп кеңейтпесек, кеңейтуге ұмтылуымыз керек. Дұрыс, Сәке, бұл жерде көрдіңіз бе, ол министрлік үкіметтің өзінің алдына қойылған міндеті бар, оған ешқандай таласымыз жоқ. Екінші жағынан ұсыныс беру төменнен болғанда жақсы ғой. Мәселен, Назарбаев университетінің басшылығы, профессурасы, ғалымдары қазақ тіліндегі жазылатын осы кадрларды дайындауға неге ғылым министрлігіне осының санын біз көбейтейік, мынандай жоспарлап ұсыныс беруіне не кедергі? Ұсыныстар беріп жатырсыздар ма? Беріп жатырмыз. Бізден департамент деп айтады. Юлай Шамиоғлы, ол кісінің ұраны бар. Қазақ тілі ғылым тілі дейді. Тамаша. Сол бойынша біз бірақ енді министрді де шақырған болатынбыз. Бірақ ол кісі енді әлі уақыт жоқ, ол 1,5 жылдай болды ол кісіні шақырып жүргенімізге. Сондай негізгі ойлар бар. Түрлі конференцияларда, семинарларда айтып жүрміз. Содан кейін мына қазақ тілінің тісі батпай жүрген салаларды қаржыландыруға да байланысты. Әрине. Мына гранттық қаржыландыру бар ғой. Соның үлесін молайтса, мына қазақ тілді гранттық қаржыландыруға. Осыған біздің министрлік назар аудармайды. Өте жақсы ұсыныс айтып отырсыз. Дұрыс. Осыны бізде министрге бір бағдарламада айтып едік, қаратып. Енді ол қаншалық дәрежеде жүзеге асып жатқанын біз өз аузынан естігеніміз дұрыс болар. Бірақ енді сізге мынандай тілек тағы да, жаңа сіздің өздеріңіздің департаменттің түркі қазақ және түркітану кафедрасының мамандарына, өзіміздің осы қазақ тілінің, ұлт тілінің жоғын жоқтаушыларға, сіз өздеріңіз бастап жаңа кафедрамен осы жерде алдағы уақытта Назарбаев университетіндегі қазақ тілдегі гранттардың санын көбейту,
және қазақ тілінде шығатын ғылыми еңбектердің үлес салмағын көбейту, қазақша білім алып ғылымды қазақша жаза алатын студенттер, мамандарды дайындау жағына қатысты ұсыныстарды сіздерден де күтеміз. Әрине. Студенттеріміздің арасында да нағыз патриоттар бар. Олар айталық қазақша бітіріп келген, енді ағылшын тілінде жетік игерді, ағылшын тілінде белгілі бір сала бойынша білім алды. Енді соны қазақ тілінде жеткізем дейтін студенттер де бар. Енді жастар бар. Соларды қолдап, соларды дамытып қолдап, соларға мүмкіндік туғызу керек қой ары қарай. Қазақ тілінде ғылымды меңгеріп, қазақ тілінде жаза алатындай деген керек. Жақсы, рахмет. Ғылым тілінің мәселесі, шешімін таппаған мәселелері әлі де бар. Жаңа цифрлардың өзі көп нәрсені көрсетіп отыр. Осы салада енді ғылым тілінің сапасын, ғылыми еңбектердің де сапасын, ғылыми кадрдың да сапасын көтермей, біз ғылым қазақтың тілін ғылымдық тіліне айналдырамыз деу қиын болуы мүмкін. Сондықтан ең алдымен сол қазақ тілді ғылыми кадрлардың, мамандардың да сапалы болуына қызмет ету керек. Университеттерде, ғылыми зерттеу мекемелері де деген. Сәке, енді біз бүгін сізбен ғылым тілінің мәселелері жөнінде аз кем сұхбаттастық. Келіп біздің тіл арнаға келіп сұхбат беріп, ойларыңызды ортаға салып жатқаныңыз рахмет. Шығармашылығыңызға табыс, деніңізге саулық тілейміз. Ел мерейі үстем, тіл тұғыры биік болсын.